Сіздермен бүгін өте дәмді және де өте қарапайым рецепттегі блинчиктің рецептісімен бөлісемін. Сақтап және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, оның үстіне қантымызды және де тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Осы массамыз жақсылап араластырып болған соң үстіне сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Жақсылап араластырып, үстіне ұн саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, сұйық майымызды құямыз. Қамырымызға енді кипятокқа сода салып, осы основной қамырымызға саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді қызып тұрған тапаға екі жағынан қуырып аламыз. Біз қамырымызды 10-15 минутқа демалдырып қоямыз, міндетті түрде. Осылай барлығынан екі шетінен пісіріп аламыз. Осымен біздің блинчиктеріміз дайын болды. Осылай арасына творог қосып жесеңіздер де болады. Өте дәмді және де өте тез дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай видео түсірейін, комментарийға жазып кет.